Сәлеметсіздер ме? Көктемгі каникулдық мектеп тақырыптық алаңдар жұмысы барысында 4-ші А сыныбындағы математика пәнінен 5 технологиясы бойынша өткізілген сабағымды ұсынамын. Талдықорған қаласы 15-ші орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Шегебаева Гүлзира Омарханқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көп таңбалы сандарды 2 таңбалы сандарға көбейту. Сабағымыздың мақсаты оқушылардың көпшілігін жаңа тақырыпты сапалы меңгеруіне жеткізу. Тақырыпты түсіндірудегі кемшіліктерді анықтау және жою. Пәнді сапалы меңгеру үшін табысты адамның критерий ретінде қызығушылығын тудырып ынталандыру. Міндетім технологиялық картаның регламентін орындау. Жоспарланған нәтиже қойылған мақсатқа жету. Сыныпта 27 оқушы. Ол оқушылардың 17-сі 5 деген баға алуы керек. Сынып көшбасшысы ортаға шығып, сыныпты белсендіреді. Бірінші цикл байқау. Оқыту әрекетінің жалпылама амалдары сызбасы бойынша түсіріп бердім. Тапсырмаларды орындауды бастайды. Оқушылар бірдей бір шапалақ болады. Байқау сөзін дәптерлеріне жазады және жұмысқа кіріседі. Тақтада төмендегі жадыдай жазуда болады. Байқау ТКШ, АКШ, ЖКШ, жұмыстың аяқталуы 55. Жұмыс аяқталған соң оқушылар дәптерлерін алмастырады. Қолдағы қаламса, бұл қателік бұйрығы беріледі. Ары қарай 2 тапсырманы орындаймыз. Тапсырма 2 кесте бойынша алынады. Оқушылар дәптерлеріне бекіту сөзін жазады. 2 бірдей шапалақ ұрады және тапсырманы орындауға кіріседі. 3-ші тапсырманы орындайды. Ол кезде балалар дәптерлеріне есте сақтау деп жазады. Бүгінгі сабақта оқушылар мақсатқа жетті деп есептеледі. Барлық кезеңдерде жоғары күрделілік шегі бойынша 63% нормаға жетіп, норманы орындады. Егер норма расталса, мұғалім 3 бағытты таңдайды. Жаңа тақырыпқа көшу, өткен тақырыпты қайталау, жаттықтырғыш картасына көшу. Келесі сабақта мен жаттықтырғыш картасына көшуге мүмкіндік алдым. Назарларыңызға рахмет.